Ал енді ағайындар қазір алдарыңызға осы торт келеді, тортпен жақсылап шай ішетін боламыз. Енді мына той тортыға қонақтарға тағы да бір сұрақ жасырғым келіп жатыр. Енді бұны барлық тойға келген ағай біледі деп ойлаймын. Ал LED экранға назар аударайық. Бірінші мақал мәтел. Мына үлкен аналарымыз әкелеріміз келіп жатыр ғой. Ал мына тойдың өзі бір мәдениеті ғой, қадірменді ағайындар. Бұл тойдың сондай бір қазақтың мәдениеті. Бірінші ағам қолын көтерді. Аға қандай мақал? Ағам біледі ау дейді. Ал ағамның қасына барайын, ағам айтсын. Есік еткен ешкі бағым. Келдіңіз аға, бірақ негізгі түпкі мағынасы мына ер азамат абы ағама барайын. Еркек сыйлаған қалыппыз ғой, аға қандай? Айдаладың бесесі қысқырып неге. Дұрыс, міне ағамызға бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Керемет. Ал келесі мақал жазырамыз. Келесі қандай мақал? Қандай? Иә, ана ағам айтты. Дұрыс аға. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Ағама сипаттап тастайын. Енді манада бір апалар болып жатыр ғой, ағаларым да бір сәт әдісі призе. Осы қошемет білдіріп қойыңыз. Аға, рахмет. Енді келесі былай жасайық. Кім білет қолыңызды көтереміз ағайын. Бірінші қол көтерген адамның қасына барамын. Шынайы болсын. Ал кеттік. Келесі мақал. Кім бірінші қол көтерді? Кім? Міне, атамыз көтерді. Ағасы бардың жағасы бар. Міне, ағам. Ағаларым мықты, мені көрдім. Мұна біз оқып жүргенде Ержан ағай мақтан етеді, әлі аға. Неге салып қояды? Асық ойнаған азат, до ойнаған тозат, бәрінен де қойбақ, көтен жүрген озат. Ой, енді қазіргі дұрыс қой, ә? Қазір енді осы заман келіп жатыр негізі. Байқап бағынсыздар ма? Қойдың еті, сиырдың еті, мал баққан береке бар дейді ғой қазақта, атам қазақ. Рахмет, келесі мақал кеттік. Кім біледі? Мына төрдегі аға апалар бар ма? Не дейді? Міне, ағам айтты. Аға, дұрыс. Қайтып айтыңызшы. Ел қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген қазақтың мақалы. Дұрыс. Қандай керемет, бір қол соғып қошемет қойыңыздар. Екі қошқардың басы бір қазанға ешқашанда сыймайды. Ағамызға мінекей керемет приз. Аға, рахмет. Ал енді келесі мақал. Қандай? Не дейді апа? Кімді көріп тұрсыздар? Ер жігітке қатысы бар. Міне, апам айтты, жігітке жеті өнерде аз. Дұрыс, бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар ғой. Апам айтты ау. Рахмет. Ал кеттік. Келесі. Қандай? Апа, мына кісі енді алыстан келді ғой, ә? Оңай емес қой, сонау Россия, Астраханнан. Енді Құдай қонақ қой, бізді бір қол соғып қошемет райшы. Бір ауылдан келдіңіз бе? Онда апаман берем, аға? Бір қол соғып қошемет райшы. Дұрыс. Сізде тойдан қорғайтпаңыз. Рахмет, дұрыс айтады. Қарға қарғаның көзін шықмайды. Келесі. Қандай? Не деп жатыр ана жерде? Міне, ағам тұрып айтты. Айтып айтпысайды қазір ағам, қараңыздар. Қандай мақал аға? Жігітке жеті өнерде аз. Оны айтып кеттік аға. Мына мақал қандай, қараңызшы. Апам көтерді, апам айтты. Бірдеңесі айтады, осы апамның көзінде от бар. Қараңыздар. Апа айтса. Бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Ой, дұрыс, қандай керемет мақал, Ал енді соңғы мақал қазір. Мен апама приз беріп барайын, сосын жігіттер, Апа. Ой, міне күшті апама бір қол соғып қошемет білдіріп. Мен золотой апам. Кеттік ал. Соңғы мақал. Қандай? Не деп жатыр?
Қандай? Міне, апам тағы да озып кетті. Бір қол соғып қошемді. Қыздың жолы жіңішке. Дұрыс. Апа, міне, екі қолыңа екі приз алып қайтасыз ауылға бұйырса. Құтты болсын. Бір қол соғып қошемді білдіріп қойыңыздар. Ал, рахмет. Осындай жақсы көңілмен сіздер шай ішіп отырыңыздар. Енді мен тойдың төріне тамаша тілекті жалғап отырайын. Санамаймын дос жараным көп менің, ал боларсыз қуанышым жоқ менің. Достар, достар, жадыратқан жанымды, достар менен жайма шуақ көктем деген екен. Дос деген шәрттен құралған сөз, дәл осылай сыйласайық деген керемет ұғымды білдіреді. Бүгінгі тойдың төрінде Алпысбай ағамызбен Рыстан ағамыздың керемет, адал, ақ жарқын достары. Бүгінгі тойдың төріне арнайы тілектерін арнап келіп жатқан жайы бар. Сол достарды той төріне қарсылайық. Класстастар, сыныптастар, жолдастары және де жұмыстастары. Құдай берген Алуа, Мұрат Айсұлу, Бердіхан Бауыргүл, Ақнияз Гүлзада, Сансыбай Навира, Мақсат Тамара, Мырзабек Гүлжан, Исатай, Құрман деп той төріне қарсылайық. Шығарыге барша достар. Мінекей, қадірменді ағайындар, алдарыңызға ел ағалары, ел аталар келіп жатыр. Ал той қыласын, сіздерге қарап қуанып тұрмыз. Жүрістеріңіз ширақ, билеріңіз сондай бір жарасымды. Ал ел аман жұрт тыныш болсын, той құтты болсын. Қош келдіңіздер. Наурыз берекеміз құтты болсын. Ал енді тойшы қауым бүгін ұлыстың ұлы күні мына Ақтөбенің тау ортасында құрдасымыз, досымыз ертеден жалпы Алпысбаймен біздер бір ауылдаспыз. Қобда ауданы Жаңаталап ауылында бір мектепте оқып, мектепті бітіргеннен кейін техникумда бірге оқыдық. Алпысбай, Ағырыс, ол кезде ырысы дейміз. Ол кезде жас кезінде Ағырыс болды. Бәріміз сол студенттік кездеріміз бірге өтті. Ал енді одан кейін техникум бітіріп, армияға барып, оның артынан міне үйленіп, содан кейін де бірге жүрдік. Бірге араласып тұрдық. Балалы болдық, немерелі болдық. Ал енді осыған міне бір Алланың жеткізген күні деп ойлаймын. Осы күнге бір Аллаға разылығымызды білдіреміз. Бір үлкен кісі айтқан екен. Осы жасым 90-ға келіп, 90-ға қалай келдің деп. Сонда ол айтыпты, әрбір 10 жылда айтып беріңізші бізге деп. Сонда айтыпты, 10 жаста бала болдым, ойнадым, ойнауға тоймадым депті. 20-ға келдім, сонда да ойнауымды қоймадым деп. 25-ке келдім, бой жеттім, құрбыларымды алысып, жығып, ойнап, онда да қайратымды көрсетіп ойнадым дейді. 30-ға келдім, алмас қылыштай жарқылдадым. 40-қа келгенде қыран ұстай самқылдадым. 50-ге келгенде бір биік төменің басына шыққандай болдым дейді. Ал жан жағымды көрдім, артымды, алдымды, бірақ қайсы жақын екен, қайсы екен, алыс екен ажырата алмадым дейді. 60-қа келген шағымда алдымнан 6 арыс жол кездесті. Солардың қайсына түсерімді білмей адастым дейді 60-та. 70-ке келген шағымда жасым келді, балдарға билікті бердім дейді. Ал енді қазір міне жасым 90-нан кетіп қалды. Алтын жар, алтын құс, жан жағым өрт, су, маған тіршілік жоқ дейді. Сол сияқты біздер міне қазір 70-ке келіп, сонда айтыпты ғой, соның ішінде қай жас жақсы деп. Сонда жаңағы кісі айтты, ең жақсы жас 70 деп. Сосын ойланып тұрып айтады, бұл қалай жас
40, 50-ді айтпай, 30-ді айтпай, 70 жас деп. Сонда айтыпты, жас боласың, жас кезінде қалай өмірдің өткенін байқамайсың деп. Үйленесің, балалы боласың, балаңды өсірем деп жүресің, одан кейін немерелер келеді, сол немерелермен жүресің. Сөйтіп жүргенде 70-ге келіп қалғанын білмей қаласың. 70-ге келгенде немерелер өседі, әрбір балдар өздері өз жолдарын тауып кетеді. Сендер кемпіріңменен, құрдастарыңменен баратын жеріңе барып, қыдыратын жеріңе қыдырып, тойлайтын жеріңе тойлап жүресің дейді. Міне бүгін осы 70 жасқа Алпысбай ырысты келіп отырсыздар. Құдайға шүкір, балаларыңыз, немерелеріңіз жүр. Сіздердің қуаныштарыңыз. Ал енді сіздер алдағы уақытта осылай баталарыңызды беріп, ата әже болып, осы балалардың тілеуін тілеп жүре беріңіздер. Енді Алпысбай әрине тағы да айтқан екен, осы 100-ге келген шалдан бұл қалай 100-ге келдің деп. Сонда айтыпты, мен мына есіктен кіріп, ана есіктен шыққандай болдым деп. Сонда уақыттың өте шыққаны бар. Сол сияқты біздер де жас болдық, кеше ғана жас едік. Енді міне, қазір міне, мына ненің төрде аталық лебізімізді айтты. Бұл жастарға батамызды беріп отырмыз. Осылай арамызда қатарымыз азаймасын, денелеріміз сау болып, балдарымыз аман болып, ал жүре берейік. Ал Бекең енді кезінде, жас кезінде мансапта болды, лауазымда болды. Ал енді қалған өмірде тек тыныштығы болсын. Еліміздің заманымыз тыныш болсын. Қазір жақсы уақытта өмір сүріп жатырмыз қой. Тыныш, біздің Қазақстан қазір жаман деп қалай айтамыз? Мынандай осындай зәулім ресторанда билеп, лайымда осындай уақытымыздан, осындай заманымыз бейбітшілік заман болсын. Алдарымыз жастардың алды жарқын болсын. Келешектері мол болсын. Мына тойларың ырысты, Алпысбай, ал құтты болсын. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Құрметті тойшы қауым, Алпысбай мен Рыстымның 70 жас тойына келіп, бәріміз де қуанып, бәріміз де тілек айтып қуанып жатырмыз. Енді осының бәрі біріншіден Аллаға шүкіршілік айтайық. Шүкір етеміз, жолдастарымыздың тойына келіп қатынасып, қуанып жатырған жағдайымыз бар. Сол тілекті айтып, бүгін міне осы ұлы тойдың ішінде, осы шаңырақта, енді шаңырақ есептейміз ғой, ресторан болсын. Сол себептен бәрі құтты болсын деймін, дендері сау болсын. Алла тағала денсаулықтарын ұзарта берсін, сақтаймаңдар, ауырмаңдар, сырқамаңдар. Қыздарымның, немерелерімнің, балдарымның, немерелерінің қостас бүгін қалай жүрсіздер, солай өмірді жақсы өткізіңіздер деп. Ауырдым деп айтпаңдар, мен жақсымын деп айтсаңыздар, бәрі жақсы болады. Жақсы қоштың, осы жалғаса берсін. Осы той әр уақытта жалғасып, сіздердің екеуміздің тойларымызға бірге тойлап, бірге жақсы көрейік деп айтады. Біздер енді жаңа айтып кетті ғой, 78-ден бастап бірге жүрміз. Сол себептен өзім ойлаймын, жан жолдастарымыз, жан құрбымыз, бірге жүрген, жақсы көретін жолдастарымыз. Сол себептен сіздер қартаймаңдар, дендеріңіз сау болсын. Бәрі жақсы ойлаған мақсаттарыңызға жете берейік. Әр уақытта тек мына жүрген қадамдар құтты болсын. Құтты қуаныш, құтты жақсы болсын. Жетістіктерге жетіп, тек қана бет жүзінің күлкі ертесін. Алла сіздерді қартаймай берсін. Алла сіздерге денсаулық берсін. Өмірдің жақсы жүре беріңіздер деп тілектеспін. Және міне бүгінгі той жасап отырған мына қыздарымызға үлкен рахмет жолдарыңызға. Қандай тамаша, ата-анасын сыйлап, құрметтеп, үлкен той жасап, қаншама болған тоғыз, отбасының маңызды жолдастарын, бәрін құрметтеп, Алла олардың құрметіне бергенін, сіздердің жастарына келіп, одан асырып, тек жастарға берсін, дендерің сау болсын. Сол себептен осы отырғанда бәріңізге денсаулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Енді бар Құдай жаттар болсаңдар, той деп жүріңіздер.
қызымызды жан жолдасымыздың үйлеріне босағасына той деп келіңіздер. Осы мына шексіз той Алла тағала ұзағынан беріп, сондай жақсылықтарды Алла тағала өзі жақсылығымен өмірмен бере берсін, тектесін. Еліміздің уайым қайғы жоқ болсын. Осы топпен әр уақытта да 80-ге 90-ға келген тойлай берейік. 100-ге келсін екеуге. Алла соны берсін деп дұға тілеймін, иншалла. Құрметті той жырауы, бүгін сыныптасым Алпысбай Нарысты 70 жасқа толып жатыр. 100-ге келсін, Құдай берген жасын жасай берсін, бақытты болсын, жасы ұзақ болсын, артына ерген бүлдіршіндер аман болсын. Ойын қайда болмасын, тек ойнап күліп осылай жүре берсін. Бақытты болсын. Құрметті тойшы қауым, бүгін мына Алпысбай енді менімен жандай құрдас екен, менің отағасымен бір класста оқыған екен. Арыстымен ауылдастарымыз, құрдастарымыз көбі болдық. Сол уақытқа дейін уже 20 жылдай өтіп қалды ғой. Балдарымыздың жеңішкелдің қызығын көрдік, сол кезде бұлар кетіп, потом көшіп кетті. Біздер енді ауылда қалдық. Енді бәріміз де қалаға келіп жатыр. Ал Арысты Алпысбай туған күндерің құтты болсын, 70 жас мерейлі тойларың ұзағынан болсын. Балаларың мен қыздарыңның, немерелерінің қызығына тоймай жүре беріңдер. Жастарың келсін 100-ге. Мына күшті Наурыз уақытында, керемет Наурыз мейрамында, хан сарайында тойлап жатсын, тойын тойға аларсың. Өзің 8 март болса, оразаға қабыл болып, мына ораза тікесін істеп жатсың, құтты болсын. Тек бәрімізге де денсаулық болса зорбайлық болады, аман болыңдар. Қуанышта, кең дастарханда кездесе берейік. Еліміз тыныш, жұртымыз аман. Тек той болсын, тойға ұласа берсін, тек балдарымыз қызығы. Рахмет қыздар, осындай папасына қойсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Құрметті ағайындар, бүгін бәрімізге мына қос жандармен кездесіп жатырмыз. Менің қос құрдасым. Осындай кішкентай кезімізден біз оқыдық. Асарханның бәрінің шаңында, топырағында өстік. Енді өскесін әр адам тымтырға кетеді ғой. Біреу аяққа, біреу аяққа, сондай жағдаймен. Ертерек кетті біздің Алпысбай. Қазір сол Алпысбайдың мен көршісін, естің. Мына үйден анда-санда қарасам, қазір бөлем тұрады. Алпысбайды есіне алам. Ертең мен шақырды деп. Сондықтан не деймін? Құрдас, екі қос құрдас деп жатырмын, ырыстайынан. Дендеріңіз сау болсын, көргеніңіз тек қызыл болсын, Алпыс қызық. Мына осы той деген әрдайым тек көргеніңіз той болсын. Бізге осы өмірде сол керек. Жамандық болмасын. Арамызда болады, болса өз жөнімен болсын. Ең несі осы достарыңыз көп бол, дұшмандарыңыз жоқ болсын, жақсы жағдаймен кездесейік. Мына жаңағы арман деп жатыр, екі армандарың бәрі бақытты болсын. Осылай тек той істей берсін сіздерге, бізді тек қарсы ала берсін. Сол бәрі айтып болғасын, өзін жақсылап тұрып өлең айтып береді. Елдің той деп айтайын, айтып та қояйын, атымыз давай, кетеміз, ойын кетесің. Мына Алпысбаймен жаңа айтып отыр ғой. Үлкен қызметке еңбегі сіңген адамдар. Неге сондай ауыл шаруашылығының маманының екеуміз істеп қоятын. Ал енді мына
саған мына 70 жасың құтты болсын. Менің шеккенім білек, сені ауырып сырқаттан, сені қиындау болған уақытта алпысбай үлкен жұмыс жасады. Ал сол енді жақсы ғой, жақсы болып жарылады. Осылай мына бәріміз басымыз қосып ареке құрметтеп жаңағы тойға шақырған екен. Соны біз келдік, 4-5 тойын тойға бастың. Екеуің бірге қартайып, мына жиендер көбейіп өте берсін. Не айтамын? Жерде тыныштық болсын, тойға баса берсін. Өзім айттым ғой, атым Мырзабай, майлы деп қояйын. Ал құрметті қауым, мына бүгін біздің Алпысбаймен жеңгем жүрген енді шамалықшылығын құтты болсын деп жастар енді мына жастардың құлағына салып қойып 60 пенсияға шықты, бір-екі жыл отырып сосын ақырын қабат жұмыстасып жүрді, ақырын болды бірге бізді. Онда сол кезде мына қайтпайды. Сосын сол мысалы жігіттер таңдайсың азыр. Бай мына жігіттерімізге 5-ші жыл ол бір жылға себеппен келмей қалып тұр. Солардың атынан келіп тұр біздер. Бір жігітіміз келмей қалып тұр. Мынау өзіміздің уақытта өзі кез келгенмен жолдас болмайсың. Өзі орындауында бір, жырында бір, әнінде бір, жүретін жолында бір деген сияқты сол сияқты. Ол мына Алтеке енді келешекте мына балаларымызға рахмет осындай жұмысқа келгенде кейде еш болмай қалды. Менің үйде хозяйкам шамалы мына қоса әншіге апармын ғой. Әңгіме жоқ. Ана былай болмасын, мына былай болмасын, әйтеуір барады. Ол бір жерге тойға барып есімесе өзіміз келісіп әйтеуір 5 жігіт бірімізді ауыстырамыз. Сондай қиындастықта болды. Ал мына істеп жатқан балдарыңа рахмет, осындай тойды шақырып жатқан сіздерге рахмет. Ал сыйлап, ал мына бүкіл марттың бәрі не ғой, жаңа қазақтың несі бәрі құтты болсын, тойдың бәрі келешекте тек осындай 75-сіне келейік, 80-іне келейік, осындай той төлейік. Әумин айтасыз. Алпысбайға жеңге толып жатқан 70 жастарымыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Алпысбайға менде танысайдың әкімі болса, медулемінде біздің әкіміміз сияқты. Шамалы бірден болса, әкім болса істен сұраймыз. Насыл көрмағасың. Өзі айтады екен ақылда. Фәтіма, мына жеңгейді ауырып қалып деп тұрғанда қаншама переживать етті бұл кісі. Фәтіманың қатарыңызда отырып жарысы. Аман сау болыңыздар. Балдарыңызға рахмет, осындай той жасап беріп жатқан. Тек әулетімізге тойға жиналайық. Тойымыз құтты болсын. Бәріңізді ортақ тойын айтып жатқан жігіттердің бәрі сабыр болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Бұл жерде бәріміз де бөтен адамдар емеспіз. Көрші көлем, тума, туыс, құда-құдағайлар деген сияқты күйеуалдар, балдар. Мына бүгін деген Алпысбай менің құрдасым. Мен бұлардың бәрін 70-ке толтырамын да, содан кейін кей декабрьде шығамын. Сол себептен мына Вахтанг Кикабидың өлеңі бар. Мои года, мои богатства. Біздің богатствомыз, байлығымыз Алпысбай екеуміздің мына балдарымыз байлығымыз отқан. Осы Алпысбайдың қыздары, балдары, немерелері, бәрі осының бәрі біздің байлықтарымыз. Біз деген Алпысбай екеуміздің бірге жұмыстас болдық, бірге жұмыс істедік. Осы қалсай колхоз серпін болды кезден бастап жұмыс істеп жатырмыз Алпысбаймен. Мына арысты бәріміз қатарымыз бірге жүрдік. Дос болдық, шора болдық деген сияқты. Мына Алтеке екеуміздің мықты уайым бір зат болды. Екеуміз отырып алып, бір-бірімізді құшақтап жылаған кездер де болды. Шүкір Алла, Құдайға шүкір. Мен шүкір етеміз Алпысбай екеуміз. Балдарымыз аяққа тұрып, оңалып кетті. Ол деген Алланың бергені бәрі де. Осы балдарымыздың тек жақсылығын көрейік, жамандығын көрмейік. Немере шөбере сүйіп отырыз. Арыстай, немере сүйіп, енді шөбере сүйіңдер, Алпысбай екеуің бірге аттайындар. Жаңағы
орыстардың сөздері бар ғой. Что нужно говорит, человеку, когда он пришел в возраст и стареет? Красивая жена, вокруг дети, больше ничего и здоровья дейді. Сендерге зор денсаулық тілеймін. Өмірде осы балдардың қызықтарына тоймай, шапқылап жүре беріңдер. Елдеріңізде тек әрдайым әрқашанда мереке, береке, қуаныш, той болсын. Осы отқандардың бәріңізге де соны тілеймін. Мына үйлеріңізде тек дастархандарыңыз қуанышқа жайсын, мейрамнан мейрамға қосыла берсін. Осындай 70 жастар тағы да бола берсін. Аллаға шүкіріміз бол, еліміз аман қалдымыз тыныш болса, осының бәрі байлық. Мына тағы да кішкене жалғастырып жіберейін. Алпекеңді айтып жатыр ғой. Мына 70 жаста енді осында айтпағанда қайда айтамыз? Алпекең енді 70 жас. Былай қарасаң, жас та емес, кәрі де емес. Жаңа айттық қой, бір жақсы жас тек денсаулық берсін ары қарай. Ырысты, Алпысбай. Мына Алпысбайдың жаңа мына қасында бірге жүргендерді айтып жатыр. Біздің жаңа басымыз сияқты деп. Бұл Алпекең деген текті тұқым. Жаңа айтып жатыр, кете деп, ақ кете деп. Соның ішінде бұл Әжібай бидің тұқымы. Әжібай би Айдар кете болған. От кетелердің бәрі сол Әжібай би кезінде ойылдың бойынан туана Атырауға дейін мына ел келе жатырғанда қайғы болмасын, ұлы жүзден болсын, орта жүзден болсын, мынау не ел деп сұрайтын көрінеді. Сонда бұл Әжібай бидің елі дейді. Ол сондай үлкен бай болған, би болған, беделді болған, сондай жомарт болған адам. Иә, құр емес, сол жаңа өздерің айтқандай. Сосын оның одан кейін би, Барсай би, бұл Барсай бидің тұқымдар негізі. Сол сияқты Алпекеңде сол қалған, алар қарайме ден сау болсын, Ырысты екеуі өмір кешінде мына інілерін айтып жатқан. Құрметті Алпеке, Мұстапа, мерейтойлар құтты болсын. Алла сіздерді қуат берсін, денделіне саулық берсін. Мына Дінмұхамед Қонаев атамыз 60-қа толғанда ауылдың бір ақсақалы айтты дейді. 60-тан асып өт, 70-тен жүгіріп өт, 80-нен секіріп өт, 90-да тоқтама, 100-ге келіп осындай кең дастарханның басында ақылдасып шай ішіп отырайық. Алла сіздерге денсаулық берсін, артыңа ерген ұрпақтарыңның аман болсын, солардың қызығына тоймай, солардың ортасында осылай күліп, ойнап жүре беріңдер. Мына тойлар құтты болсын. Тойың тойға ұластың, салған әннің қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын құрдастар, осы туған күніңе құтты бол. Ал, қолсоқ қошемет ұрып қойыңыздар, сый-сияпаттап табыстайық, аға сосын айтамыз өлеңге қазір. Суретке түсіп олайық бірінші. Ақшаларыңыз бір бау, иә. Болды. Ал, келіңіздер. Аға, апалар, сізден бір жақсы ән болсын. Көрмейдіңіз ба мені? Қызусың ба не? Я говорю, царем говорил, моя коронная песня. Мен саған бір коронный өлеңді айтып берейін. Алпыс бұрын деген школда жақсы өлең айтты. Билейсің ба, билейін деп айтты. Ал, қошемет білдіріп қойыңыздар. Енді мен айтып берейін. Мұндай әдебиет. Қарамай кеттің ба сен, артыңа қайырылып, қалдың ба әлде тұнып ақшаға, өзгеге ия салып, кеттің ба шалғай жеткен, сүйгенім айып етпе ақшаға. Жүректі мазалап болмайсың, бәрібір қолыма қонбайсың, ақшағала. Бәрібір көзіңе жолғайсың, жүректі мазалап
жүректі мазалап болмайсың, бәрібір қолыма қонбайсың, ақшағала. Байырым көзіңе жолғайсың, жүректі мазалап болмайсың, бәрібір қолыма қонбайсың, ақшағала. Туқол жапарақты. Рахмет. Ал қошемет ағамызға. Ал қол соғып қошемет ұрайық аға. Дауысыңыз сондай керемет екен, зор екен. Рахмет. Рахмет. Ал достықтарыңыз мәңгі болсын. Ал енді бірінші дастарханның батасын алайық. Сосын келіндер дастарханның табағын алсын. Ал келіндер келіңіздер мына жерге барша келіндер қазір үлкендерімізден үлкен астың батасын алайық. Ал генерал келіннен бастап тұрайықшы, мына звания бойынша. Мына генерал келіндердің жүрісі бөлек болады дегенсіз. Ал звания қайда? Апа келіңіз, ой, мана байқап едім, осы апам генерал деп. Генерал, полковник қайда? Подполковник, майор, капитан деп рет-ретімен тұра қойыңыздар, Ал кім береді ақ дастарханның батасын? Жаңа бас ұстаған құдамыздан сұраймыз ба? Қазақтың салтымен, дәстүрімен басты кім ұстады ағайын? Сол бас ұстаған. Ал бас ұстаған бата беріңіз аға. Үй үшін ауыл аймақ аман болсын, тіршілік баршамызға аман болсын. Сұрайын таусылмайтын рызық беріп, дастарханың таусылмайтын тағам болсын. Абырой амандығын арта берсін, бақ-дәулет қызығымен қатар берсін. Қонағын жақсы көрген жиі келіп, таусылмас дәм-тұзыңды тарта берсін. Осылай ойын сауық бола берсін, үй үшін тойлымыңға толық толай берсін. Өмірдің гүл жинаған қанаты болып, бақшаңа бақыт құсы қона берсін. Тіршілік жерімізге келе берсін, молшылық жерімізге ине берсін. Ел жұртымыз апаттан аман болып, қазағын бұл өмірдің көре берсін. Осы үйге сұлу мінез келін берсін, келінге айдай ниет пейіл берсін. Ақ көңіл ата-ананы сыйлайтұғын, келіннің қызығын бәрі көрсін. Осы үйге көп-көп қылып бала берсін, балдарға таудай талап тана берсін. Балдардың бәрі де өнерлі болып, барған сайын бақытты жана берсін. Қасында жақсы көрген көршің болсын, көршіңде өзіңдей көпсіл болсын. Көрші көлем ағайын туматы ұсқандарын бәрі де аман сау өсіп өнсін. Осы менің деген батам қабыл болсын. Әумин. Ал бата берген атамызға иығына шапан жабайық. Мінеки бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Сый-сияпат шапан болсын. Ал генерал келіндерден бастап дастарханымыздың төрінен қазір табақ аламыз. Бір енді ағайынға елге сәлем етейікші. Ал 1, 2, 3. Ой, бақытты болыңыздар. Келіңіз. Келіндердің қызметі істерге деген осындай ыстық ықыласы, дебаты. Ой, қандай керемет. Мына кетелі келіндері сондай көрікті, сымбатты, бой десе бой бар, ой десе ой бар. Бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Осы кетенің жапырағын жайып жүрген. Жаңа атамыз айтты ғой, Әжібай бидің ұрпағы, Арал деген батырдың ұрпағы, Ботагөз деген Тама Есеттің қызы сол Әжібай бидің келіні, сондықтан да сондай тектіліктеріңізбен осылай жапырақтан жайылып өсіп өне берсін. Жалпы кетенің жігіттері де қыздары да пысық қой, мықты қой. Бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар ағайын. Той құтты болсын, той қаласын. Ал енді мен ағамды ортаға шақырайын. Аға, келіңіз, бүгінгі тойдың төрінде бір әсем әнді тарту ететін асыл аға келіңіз, тойға ұлассын. Ал құрметті қойшы тобым, бүгін Абысбай ағамыз енді бізді жеңіп тұрған күндері құттықтаймын. Енді жаңғыз інісімен ғой, мамандықтардан енді бір баяғыда 66 жылы бірінші мектепке сыныпқа бардым. Естіген өлеңдерді осы қазіргідей магнитофон сот жоқ. Андайда бір естіген өлеңдерім сол 66 жылдан бастап сол өлеңдерді жақсы көремін өзім. Сол бір өлеңді
аттар өсіп 3 жасында көрмеген. Соны жаңағы лунная серена деп жүрген нәрсе. Сквозь ночей тишину мог пройти царство трепещущих звезд. Я бы взял осторожно луну и ее на руках на землю принес. Пусть она светит всем, как волшебная лампа в ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленные пути. И я хочу, чтоб меня ты ждала час ночной на спящий дорог. Пусть она светит всем, как волшебная лампа в ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленные пути. С тобой мы найдем час ночной спящих домов. И нас увидят вдвоем, улыбнется светло и польется весло. Пусть она светит всем, как волшебная лампа в ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленные пути. Рахмет, ағамызға бір қол соғып қошемет білдірейік, осындай тойда осындай керемет ән салып жатқан. Ал енді келіңіздер ағайын, жақсылап шай ішіп отырайық. Енді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Енді жаңа жылымыз ғой, енді бір Наурыздың иісін шығарайық, енді тойға келгесін. Мына ағалар болса, мына жастар жағы қайда жақын жерде отырған ағалар. Бүгінгі тойдың төрінде ләңгі тебейік қадірменді ағайын. Мына ағалары бар ма, жас кезінде ләңгі тепкен, тепкенде түбін сүріп тепкен. Мына менің қолымда ләңгі қазір бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде бір ләңгі тебіп жарысайық. Ал өздеріңдермен бар ма ләңгі тепкісі келетін ағалар? Ой, балалық шақта ләңгі тебіп өскен. Аға, келіңіз, сіз бастаңызшы, жас болып, бас болып келіңіз. Кел, кроссовка как раз ыңғайлы екен ләңгі тебуге. Бір қол соғып қошемет ұрайық. Ал қошемет болсын. Міне, жігіттер бастап келіп жатыр. Қазақтың батыр жігіттер қайда? Кезінде ләңгі тепкен. Аға, кел, той ғой, өзіміздің той, қорықпаңыз. Бір екі тепсеңіз де соңғы өзі өнер. Міне, қазір жоқ, бірінші келіп алайық, жиналып алайық, ағалар көрсетіп жіберіп правиласын. Тағы кім бар? Ләңгі, аға, бар ма? Кім? Ой, міне, атамыз сөз де мықты, өзі де мықты, теміз де мықты аталар әкелер. Ал енді бір азамат шақырайық. Кім бар? Кім? Мынау мектепте оқығанда жақсы тебетін едік. Енді 70-ке келгенде қалай болады екен көрейік. Ал, аға, келіңіз енді. Той ғой, өзіміздің той.
ешқандай. Мына ағам айтып отыр ғой, балалық шақты, жастық шақты бір еске аламыз, Мына артпен 10. Білеміз ғой, Мына артпен тепсеңіздер 10 очко саналады. Ал бір жас жігіттерден бастайық, Ал келіңіз, бауырыма бір қол соғып қошып едік қой. Бауырым түстік қой. Мына артпен тепсеңіз 10 очко болып саналады. 3 победка береміз. Міне, мынау кету керек. Артпен. Міне, мынау 1 очко. Әке, әне 10. Көрдің ба? Ағам 10 очко жинап. Ал, жаңа алдымен тепсеңіз 1 очко. 3 мүмкіндік береміз, 3 победка. Ал, дайын болыңыздар, кеттік па? 1 репетиция болсын. Стоп. 2 3. Былай жасайық. Бар. Дұрыстап бастайық, Ұстап алуға болмайды, қарып алуға. Мына артпен 10, жаңағы 1 очко. Кеттік, бастайық, 1-ші победка, бастаймыз. Ал кеттік. 1 11 очко. 1-ші победка бітті. 2, жоқ, 3 кезек. 11 санап отырайық. 12 13 23 болды. 23 очко. 23 ең соңғы победка. 23 24 25 26 бір қол соғып қошемет бітіріп қойыңыздар. Міне 26 очко. Келесі аға. Келіңіз. Түсініңіз ғой? 3 победка. Мына артпен 10. Бауырым. Очком санап отыр, 26. Аға, келіп пісіңді. 1, аға 1. 3 победка береміз, аға, ештеңе етпей. 12 болды, аға. Аға, соңғы победка. Сразу артпен екеуіз тепсаңыз. 13, 14. 14 очко, аға. Ал қол соғып қошемет ұрайық. Шапалақ болсын. 1, 2, екінші мүмкіндік. 2, 3. Тиді ма? 13 болды. Аға соңғы победка. 14. 14. Бір қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Атамызға, мындай 70-ке келіп төбе оңай емес. Ал, аға кеттік. 3 мүмкіндік. Ал, дайын болыңыздар. 1, 2, 3. Ағам футбол текпен сияқты деп жүр бар. 3. Екінші мүмкіндік бар аға. 4, 5. Ал, соңғы мүмкіндік. 5. Ал кеттік. 6. 6 очко бір қол соғып қошемет қойыңыздар. Енді ағама кезек берейік. 26 бірінші орын. Мынаны осып кету керек аға. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Таза еңбек міне. 11. Бір аяқ 11. Екінші мүмкіндік бар. 11-ге 20 қос, 31. Соңғы мүмкіндік. 31. 41. 41 очко ағамда. Бір қол соғып қошемет ұрайық. Жеңіске жетіп келеді бірінші орын аға. Ал кеттік. Ой, аға. 50-ге апаратын сияқты. Бірінші мүмкіндік еді, екінші мүмкіндік. 11. Мен соңғы мүмкіндік. 21. Ал, қол соғып қойып, аға. 50-ге апарып жақсырасың. 1. Қайтып бастайық. Кеттік. Ал. 10. Шалбарды байқаңыздар. Ал. 1, 2, 3, 4. 4. Бірінші мүмкіндік бітті. Екінші мүмкіндік бар аға. Аға, әлі 2 шанс бар, 2 шанс. 4. 14, 15, 16. 16. Енді соңғы мүмкіндік 16. 16 болды біз. Соңғы мүмкіндік басты. Артпен 10 очко. 10. Хоп. Ой, молодец. Ағам 41 болды. Аға. Астраханнан келген ағам. Кеттік. Ал, аға. Дөйді. 0.
1, 2, 3. Соңғы күні кеттік. Ал. Хоп. 13. Қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Рахмет. Болды. Жаңа жеңіске жеткен ағамызға да 40 неше очко? 41. Міне, бірінші орын. Ағамызға бір қол соғып қошемет ұрайық. Екінші орын бауыр неше? 30. 26. Үшінші орын кім? 26-тан төмен. Кім? Ағам 13 қой. 26-тан төмен кім? Неше аға? 16. Қанша? 21 деген ағамдығы үшінші орын. Бір қол соғып қошемет ұрайық. Міне, нағыз ер азаматтар қазақтың осындай мерекесі құтты болсын. Бір қол соғып қошемет ұрайық. Қарекей той құтты болсын. Ал енді қадірменді ағайындар, сіздер енді астан алып отырыңыздар. Мен тойдың төрінде келесі тамаша ақтілек жалғай. Ал енді мен ортаға бүгінгі әкемізбен анамыздың балалары, немерелері керемет ақтілегін арнасын, әкеге деген, анаға деген осындай ыстық ықыласын жүректен шыққан бір тамаша тілектермен жалғасын деген ниеттемін. Ал той төріне барша балалары осындай ата-анаға жасап жатқан құрметтеріңіз, қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Жаңа айттық қой, енді саналы ұл қыздарыңызға осындай маңда бір алғыс. Ал келесі балаларын қол салып қошеметпен тойымыздың төріне қарсы алайық. Ал келіңіздер. Арман, Жеңіскүл, Әмірхан Жанар, Бауыржан Динара, Темірлан Тегнас, Тамирис, Санжар, Айзере, Айым. Келіңіздер, барша балалары той төріне шақырамыз. Қошемет. Хоп. Сіздерге тағы да көп рахмет. Осындай әке аналарымызды құрметтеп, сыйлап, той жасап беріп жатқандарың үшін маңда бір алғыс. Келіңіздер. Қоршау. Біріншіден айтатын сіздерге рахмет айтайын. Алдағы уақыт бөлін, біздің қуанышымыз бөлін келе жатқан. Ал мама, папа, келген жастарыңыз құтты болсын. Жүз жасаңыз, сіздерге көп рахмет. Өмір бойы бізге айтқан ақылдарыңыз, көмек бергеніңізге. Қазір тұрғанымыз біздер адам болып, семья болып, сіздің арқаңызда елен тілектес сіздерге денсаулық ауырмаңыз, біздің арамызда жүре беріңіз. Жүз жасаңыз. Құрметті қонақтар, қош келдіңіз бүгінгі тойымызға. Ең біріншіден Наурыз мерекесі құтты болсын баршаңызға. Папа, мама, бүгінгі 70 жас тойыңыз құтты болсын. Бұл 70 жас тек сан емес, бұл еңбегіңіздің, даналығыңыздың, сабырлықтың шаттығы болып тұр бүгінгі күнде. Ең бірінші сізге айтатын тек қана үлкен рахмет. Бізді өсіріп, бағып, қағып, кішкентай кезінен есімде мама деген тек жай сөзбен айтатын еді, ешқашан ұрыспайды, ұрмайды. Тек қана жай сөзбен айтқанда біз бірден түсінетін едік. Әкеміз әрдайым қызметте болғандықтан, көбінесе анамыз бізді өсірді, тәрбие берді, жақсы тәрбие алдық. Бір қазір отбасы болып отырмыз. Папаның арқасында бірталай біз деген ешқандай кемшілік болған жоқ. Барлық киім кисек те, тамақ ішсек те ең бірінші қатарда жүрдік. Ол есімде кішкентай күнінен. Сізге тілейтін тек денсаулық. 70 жас ол тек қана бастамасы, қаншама немереңіз бар, шөберелеріңіз болсын. Солардың тойларыңызда тек тойлап, барлық тойларында тойлап, үлкен ата әже болуына тілектеспін. Барлық тойларды көріңіз, амандық болсын. Екеуіңізге тілейтін тек денсаулық.
бізде бар. Бақытты деп ойлаймыз. Нағашы әжеміз бар, маманы ойлаймын, ең бақытты мама сенсің. Өйткені әлі де сен өзің анаң бар. Ол өте керемет. Сондықтан әжеңге де рахмет, осындай бізге ана сыйлаған. Әкесіге рахмет, папасының жаны естімей алды. Барлық кішкентай кезден осы бізді қағып, бүгінгі күнге дейін жеткізіп, сізге айтатынымыз тек алғыс, бас иеміз, сізге тілейтініміз тек денсаулық. Осылай жарқырап тек алдымызда тек жүре береміз. Біз соған бақытты боламыз. Барша қауым сізге көп рахмет. Папаның достары, кластастары, тумаларымыз, құдаларымыз, бауырларымыз, бәріміз жиналып отырмыз бүгінгі күнге. Мы переживали, что хоть все были на мероприятии. Алла разы болсын, бәрі келіп, алтын уақытта білген үшін бәрімізге алғыс білдіреміз. Құрметті қауым, құдағайға, родные наши, самые любимые здесь собрались в зале. Папа, кластастары, бәріңізге рахмет, көп келгендеріңізге. Сіздің үйлеріңізде де осылай той болсын. Папа, мама, жасыңыз құтты болсын, жүз жасаңыз, ауырмаңдар. Большая благодарность вам за то, что нас вырастили. Женя гуляет, когда ни в чем мы не нуждались, никогда не ругали, везде отпускали, давали возможность развиваться. Большая благодарность вам, как к родителям. Что вот концерта, по моему мнению. Вам хорошего настроения, давайте классно проведем это время. Рахмет сіздерге келгендеріңізге, разделить наш праздник. Благодарность вам большая. Красавица. Тосын ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Осы тек тойдан тойға жете беріңіз. Немере, шөбере көріңіз. Шөпшек. Давайте не болейте. Құрметті тойшы қауым, баршаңызға рахмет, келіп жатқандарыңызға, тойды көтеріп. Бәрі ойдағыдай болып жатқан сияқты. Папа, мама, жастарыңыз құтты болсын, 70 жастарыңыз. Сендерге тек денсаулық тілеймін, жастарыңыз ұзақ болсын. Немере, шөбере, шөпшек, сүйіндер. Жастарың жүзін жетсін, одан да ассын. Апаларым айтқандай, никогда не ругали и даже и не били. Я своих, например, мальчика я иногда бью. Да, мама айтады ғой, я вас никогда не била, не трогала. Чего ты его трогаешь? Он мне когда достает, я его могу шапалақпен дать. Сонда сөйлейді маған, неге сен ұрасың деп, мен сендерді никогда қол ұшын даже тигізбедім деп. Сол рахмет тәрбие бергеніңізге. Ұзақ жасаңыздар, ұзақ ғұмыр болсын сізде. Тек көргеніңіз той болсын. Қандай керемет осындай балаларына бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Той құтты болсын, той тойға ұлассын. Ой, әкелеріңізді, аналарыңызды құшақтап, маңдайынан сүйіп, рахмет, алғыстарыңызды айтып жатқаныңызға рахмет. Ал сіздерге рахмет. Мына Алпысбай аға, Ырыстапа осындай балаларыңызбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Алпысбай ағамыз бен Ырыстапамыз айтады, жалпы қазақта айтады ғой, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Міне сіздер қартаймай әдемі жап-жас болып жарқырап жүрсіздер. Алпысбай ағамыз бен Ырыстапамыз айтады, баласы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды. Бар байлықтар сіздерсіздер. Өсіп-өніп, жапырақтарыңыз жайылып, жұмыста жақсы бір деңгейге жетсеңіздер, елдің алдында абыройлы болсаңыздар, Алпысбай ағам мен Ырыстапама соған асқан бақытта, байлықта қажет емес. Сондықтан да сіздердің осындай жақсылықтарыңызды, қуаныштарыңызды
көріп орталарыңызда күліп ойнап бақытты ғұмыр кешуде. Бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Тамаша суреттеріңізге рахмет. Ал естелікке суретке түсіп алайық. Сосын енді әр ата-ана баласын ботақаным деп еркелетеді ғой. Енді мына келген қонақтарды бір ортаға шығарып, жақсылап бір көңілдірек билетіп алайық. Сол ботақан деген әнді сіздерге тарту етеміз. Ал бақытты болыңыздар, той құтты болсын, келіңіз. Тойдың төрінде қазақтың аспаптары мен төл өнерін насихаттайтын осы Ақтөбенің талантты Ашиш микрофон өнер азаматтары Асыл Мұра тобын той төріне қарсы алайық. Әреге қол соғып, қошемет білдіріп қойыңыздар. Келіңіздер. Ал қол соғып қошемет білдірейік. Асыл Мұра, ашшы мына микрофон не болса. Ал қошеметпен өнерге бір қол соғып қошемет білдіріп отырайық.
Қошемет, қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Асыл мұра ал жұп болсын. Келесі күйді қабыл алыңыздар. Асыл мұра тобына бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Алдарыңызда мінекей өнер көрсеткен асыл мұра жігіттері мінекей. Қазақтың осындай керемет төріндерін насихаттап жүргендіктен жігіттер келіңіздер. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады, білелер істен болсын. Ал бір арқамыз қозып қазақ екенімізді білген сыңайлымыз, бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Мінекей рухымыз биік болсын, елім заман жұртымыздың болсын. Ал енді қадірменді ағайындар, тойдың төрінде 99 сөздің толықтай түйіні бар дейді. Мінекей керемет тойдың куәсі болған сыңайлымыз. Енді сіздерге ақ тілегін, рахметін арнайтын, мына төрт көзімізді түгел тұрғанда, ешкім үйіне қашып кетпей тұрғанда, ортаға Алпысбай әкемізді, Ырысты анамызды қошеметпен қол соғып, той төріне шақырайық. Әреке келіңіз, ағамыз бен анамызды. Ой, ағам бүгінгі тойдың кәдімгі главный хиті болды ағайын. Звезда, жұлдыз. Ал ағамнан бір ән тыңдаймын. Алыстан келдіңіз ба? Сосын той есінде. Жаңа Алпысбай мен Ырысты құрдастарым қайда? Арнай сіздің балаларына бір өлең айтып жіберейін. Сосын сен деген бәріне құрметін айтып, бізді үйлерге қайтып. Өз балаңнан артық бала бар мана, мәз боласың жарай қалса шаруаңа. Келді де кешіп өтіп жетпей ме, мәз боласың жарай қалса шаруаңа. Келді де кешіп
қуат алайын алдым сенен атқандардың арайын сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табамын сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табамын сен аруана мен бұтамын жанана сенсіз менің жан ватаным жаныма сенсіз менің айым туып өмімнен атым шауып бас бәйгені алама сенсіз менің айым туып өмімнен атым шауып бас бәйгені алама туғы шабарақ бірге 10 жыл оқып бірге бірінші классқа барып бірге оқыған жолдасым Бердіхан рахмет. Ал, рахмет аға, той құтты болсын. Ой, кілең әншілер тойдың соңында өз тамадылар берсін әнші. Аға, мен қайта берейін, ә? құрметті қонақтар, мынау Алпысбай нағашымен арыстапама анама сөздерің неткен жаныма жайлы саялы өзіңдей кімдер құшағын маған жаяды жалғанда сендей жанашыр адам бар мекен айналдым ана алақаныңнан аяуға өзіңнен ана құлының бүгін шалғай жүр балалық әлем баяғы менен қалмай жүр сағындым ана шайыңды күрең тәп-тәтті қолыңнан ішпей шөлімде менің қанбай жүр мен үшін қымбат аяулы ана есімің мен үшін құнды ұялған талдан бесігім қатем көп болса анашым мен ай кешіргін сен кешпей ана ашпайды жұмақ есігін өзіңнен ана құлының бүгін шалғай жүр балалық әлем баяғы менен қалмай жүр сағындым ана шайыңды күрең тәп-тәтті қолыңнан ішпей шөлімде менің қанбай Ой, рахмет. Мына бала анасын сағынып жүрген бала бар. Бір қол соғып қошемет қойыңыздар, міне ананың орны бөлек, бір қол соғып қошемет қойыңыз. Мына бәрін жылаттың аға. Рахмет. Рахмет. Ләңгіден бірінші орын алған аға.
мына бүкіл тойдың бітісін шығардың кәдімгі жылатып еңіретіп тым жақсы өткен той не қылдың сол қошемет ұрайық осындай аналарымыздың құрметіне ән салған осындай өнерлі ағаларымыз аман болсын. Ал той төріне ырыстапамыз қайда? Қайда анашым? Ырыстапа келіңіздер енді сіздер алғыс рахметтеріңіз. Ал Алпысбай аға той құтты болсын, той болсын. Ал ағайынға, қонақтарға рахмет тілектеріңіз өздеріңізде. Бүгін сыйлап мені ырысына осы Ақтасырға келіп отырсыңыз. Енді 70 жас деген аз емес те, көп емес те, бірақ мен жеткен де бар, жетпеген де бар. Ризамын. Шақыратын адамдар көп, тілек білетін адамдар көп, бірақ мен деген осы дастархан осында отырған сыйлы, жақсы адамдар бәрі кездесіп отыр. Ризамын. Сіздерге деген осындай келіп біздерді құрметте отырғаныңызға, дастархан арқасында жақсылық болсын, аспанымыз ашық болсын, әрқашанда жақсылықпен, қуанышпен кездесейік. Мына келіп отырған Астанадан күйеу балам, қызым келіп отыр. Алыстан келіп отырған құда-құдағайлар бар ауыл арасында. Бәріне ризамын. Енді бәрі айтып отыр, мен өмір баянымды айтып отыр. Жолдастарым мына бірге бірінші класстан оқытқан Бердіхан отыр, Мұрат отыр, жұмыстастарым отыр. Менің өмірім деген біраз жерде жұмыстас болдым, біраз жерде көрді, білді, Талсайдан, Астрахандан, Қобдадан бәрі келіп отыр, мұнда ризамын, бәрі айтып отыр. Көбісі білмейді мен мінезімді, мен қалай екен, не істеген, бірақ мен деген өздері мына халықтың айтып отырған өздері білесің осыны. Рахмет, бәрімізге құда-құдағайлар келіп отыр, бәрі деген ризамын. 70-ке келдік, ырыстайкөміз деген 70 жасымызды осындай жасайық дедік. Балдар деген қостап, бәрі деген ертек жасайық дедік. 70-тен кейін бармыз ба, жоқпыз ба, Құдай бергенін жасаймыз. Бірақ мен деген осы жасқа жеткенімізге мыңда рахмет. Жақсылықпен, қуанышпен, әрқашанда жақсылықпен қуанышпен. Амин. Құрметті қонақтар, құдалар, жылдық, қайын жұртым, жолдастарымыз, балаларымыз, балдарымыз, өткен адам жоқ, бәрі өзіміз осындай жаңа жылдың басында бәріміз басымызды қосылып, осы үлкен шаңырақта жаңағы шамал емес, енді балдар той жасап жатыр бізге. Мен шынымен айтып едім, қуанышым енді. Жеттік 70-ке, ризамыз Құдайға, 70-ке жетпегенде бар деп. Жоқ, папа, мама, біз жасаймыз. Өзіміз тек қана өзіміз шақырыңыз, қонақтарымыз қалғанмен қалған өзіміз істейміз. Рахмет балдарымызға. Алыстан да жақындан да келіп жатыр мына құдалардың арасында. Қабдадан үлкен құдалар, бірінші құдамыз Ахмет Ярмен Зағипа құдамыз, құдақайымыз 3 жыл болды осы өмірден озғаны. Арман баламыздың ата-анасы. Солардың Өтешевтер үлкен әулеті. Сол құданың үлкен ағасының жолдасы Нұржамал құдағай, үлкен құдағай. Сосын Арманның ағасы жеңгесімен бол керек бүгін, бірақ олар Қабдада крестьянское хозяйство сол малдан шыға алмай қалды. Сол бірінші үлкен құдағайымыз, құдағайымыз, 3 қызымыз қой. Екінші
құдамыз Ғани құда, Гүлжан құдалаймыз. Үшінші Шаршан құда, Ұлдай құдалаймыз. Бәрі осы отырған құда-құдағай бәрі қыз алған, қыз берген құда-құдағаймыз өтес. Олар да бізді сөйлейді, біз де оларды сөйлейміз. Біздің олардың да тойында талай бары жүрміз жақсылығына ортақ болып. Көп рахмет сендер келгеніңізге. Сендерге де зор денсаулық, немере сүйіп отырсыңдар, шөбереге жетіңдер. Тойыңызде тек жақсы той болсын. Тағы да келмеген құдаларымыз бар енді, бір себеппен келген жоқ. Оларда да жақсылық болсын. Қайын жұртымды айтайын. Жарын 50 жыл болады ол Сәулетке мен келін болып түскеніме. 50 жыл. Қиыншылық та болды, жақсылық та болды. Бәрін көрдік. Жолдасын талай жұмыста істеді, білесіңіздер. Мен үлкен әжеміз болды. Алпыстай жалғыз ұл үйде. 4 апасы, бір жалғыз қарындасы бар. Қазір 2 апасы уже қайтыс болды. Осы отырған бәрі жиендері, қыздардың балдары. Сыйлаймыз, олар бізді жақсы көреді, бізде әйтеуір жалғызына ашы ештеңеден қалдырмайды тойларынан. Мені бәрі сыйлайды, жеңгеде ризамын. Осы 50 жыл болды, осы шаңырақта бір ешқандай жаман сөз естіген жоқпын. Қалай Алпысбайды сөйлейді нағашы деп, одан да артық мені де сөйлейді. Анамыз болды 40 жыл, енемді бақтым. Ол кісі кеткенде маған қызым деп кетті, рахметін айтып. 3 қызымыз енді бір 3 болып отыр, қияға кетті. Және немерелеріміз бар, шүкіріміз, қыздарымызды оқыттық, ешкімнен кем болған жоқ. Озбаса, мұғалім, высшее образование берінде. Бір қызымыз күйеу баламыз Астанада, күйеу баламыз уже 25 жыл органах работал, қазір пенсияда. Шүкір, олар да балдарын оқытып жатыр. Үлкен немере 23-те бұйырса, той күтіп отырмыз. Бұйырса шөбере болады шығар. Жолдастарым одноклассники, друзья, Алпысбайдың одноклассники, айтты кішкене. Мен Берді білемін, тұрмысқа шыққанда. Берді Мұрат, тағы келмегендері бар. Өте сондай общительный, жаңағы құрдастың аты құрдас қой, ойнайды, күледі. Олардың тойлары өтіп кетті, олар 70-ке толып кетті. Біз келе жатырмыз, келдік. 70-ке келгенде бар, келмегенде бар. Құдайға мында шүкір, осындай 70-ке толып жатырмыз. Мен өз әкем 36 жасында өмірден кетті. Анам 6 баламен болды. Ол кісі 88-де бүгін келе алмайды. Келген жоқ, отыра алмайын деп. Ол кісі бар. Асқар деген кіші інім бар. Келінім жадыра. Солардың қолында жағдай өте жақсы қарап жатыр олар. Сол айтады, мына Мақсат, Тамара келіп отырған. Бердіхан жолдасымен осы отырған бәріне рахмет айтам. Алыстан уақыттарыңызды бөліп, Гүлям, Алла, бәріңізге рахмет. Бауырларымды айтайын енді. Біз 2 ағайынның балдарымыз осы жерде. Әкем ерте қайтты да, ол кісінің үлкен ағасы болып, сосын қарындасы болды. Қарындасы Астанада, ол да пенсияда. Ол кісінің бүкіл ел біледі, 50 жыл недоговорінде жұмыс істеген. Жездеміз профессор, доктор наук, апам доцент. Жақында олар Астанаға көшіп кетті. Балдар осы Атырауда, Қазақстанда бәр жерде жұмыс істейді. Азаматтар, бүгін олар келе алмады, төрде отыратын орнында. Бауырларыма да рахмет, осылай қолдайды, жақсылықта да, қиыншылықта да қасымыздан табылады. Сыйлайды бізді қатты. Алпысбайдағы жезде дейді, әкеміз деп те айтады. Кішінім, әкем қайтқанда 3 жаста қалды. Алпысбайға әке дейді. Рахмет бәріңізге, келгендеріңізге.
жетпегендеріңіз жетіңдер, денеңіз сау болсын. Осы жаңа жылда тек қана әрі шаңыраққа жақсылық тілеймін, молшылық тілеймін, бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін, бейбітшілік болсын. Көп-көп рахмет беріңіз. Қандай керемет. Ал апама бір қол соғып қошып өтіріп қойыңыздар еді. Кетенің тойы, кетенің баласы басқарды ғой. Сіздердің осындай бар жақсылықтарыңызды тілеймін. Алладан аман болыңыздар, айналаңызда осындай қайырлы, жанашыр, ағайын тума-туыс дос-жаран көп болсын, құтты болсын. Болып жатқан тойыңыз, қуаныңыз, шаттарыңыз, күліңіз, Алатаудай асыл асқақ армандар орындалып, бақытты өмір сүріңіздер. Бақытты болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар. Алланың берген жасын жаса, шөберенің қолынан су ішу бұйырсын. Менің апам Айналайын Ерболат, жаңа келгенде айтты, мен кете болам. Жаңағы ақты жоқ. Алпысбай деді, мен де кетем, ол аға деді. Сосын мен айттым, мен де кетем, қандай? Ақ кетем. Апа, сен апа боласың, мен ақ кетемін дейді. Оказывается, сен главное, сен маған жақын деп. Көп рахмет. Өте көңілімізден шықтың. Тойымыз өте жақсы болды, көңілді. Бәрі ретімен ретіне. Тағы да той болып жатса, бірінші шақырын сізді. Жақсы, құрметті қонақтар. Тамада жақсы болды ма? Онда семейдің тамада болады. Ал, рахмет сіздерге. Бар жақсылық тілеймін. Жезде аман болыңыз. Жақсы жезде әкедей деген қазақта керемет сөз бар. Енді біздің әкеміз өмірден өтсе де, сол біздің әкеміздің орындағы біздің жезде болып қаласыз. Той құтты болсын. Енді асқа айтарайық. Дастарханның батасын алайық. Жаңа енді бас ұстаған құдамыз берді ғой деймін. Бірінші дастарханның батасын. Енді кімнен болсын? Серікбай деген құда. Ал, Серікбай құда. Берді ғой, Серікбай құдамыз берді. Енді кім? Ғани құда. Ғани құда. Ой, құда деген мың жылдық құданы құдай сыйлап төрімізден алтын тақ бергеніміз ғой. Ал, құда. Ал енді құрметті ағай, мына бүгінгі той біздің құдамыз 70-ке толғады. Құдағайымызбен шаңырақтары биік болсын дейтін. Ендері сау болсын, әрқашанда осындай. Мейірімге, қуанышта осындай қуанышқа жетсейік. О Құдайымыздар жарық қоңыр қабірет, етіреңі әзірет кеткенін келсін. Дастарханың байлығы бесін, ендері сау бесін, әрқашында осындай. Бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын, әрқашында О, мен құдамыздың берген ақ батасы қабыл болсын. Ал, келіңіздер ағайын, енді ел аман жұрт тыныш болсын, жақсы күнде тойда жолығайық. Ортаға келіп билейік, бір-екі би, сосын үй болады шығар деген ойдамын. Ал, келіңіздер, той құтты болсын, шаршамаңыздар, тек осындай қуанышта тойда жолығайық.